Salman el-Farisi radıyallahu anhu bir günü kele жатса, bir kavsap kalgan bir kempir жылап отырған екен. Сонда Salman el-Farisi келіп, "Sen ne үшін жылап жатсың?" dedi. "Ben Allah'tan сұрап жатырмын" dedi. Бүгін осы Аллахтың бір сүйген бендесі менің алдынан өтіп қалатын болса, содан мен бір сұрап, Аллахтың сүйген құлы бір дұға қылшы. Менің үйде туалмай жатқан келінім бар еді. Ол өліп қалады деп қорқып жатырмын. Аллахтың тағдыры ғой. Ол өліп қалып бала аман қалатын болса да, ол да қиын ғой. Әркімнің өзінің анасы болсыншы. Немесе екеуі де өліп қалу мүмкін ғой. Сонда Salman el-Farisi, оған сенің салих бенденің не қатысы бар? Аллах сүйген бенденің не қатысы бар деген еді. Аллах олардың дұғасын қабыл қылады ғой. Алла сенің де дұғаңды қабыл қылады деп еді. Иә деді. Менің де дұғамды қабыл қылады. Оған ешқандай күмәнім жоқ. Бірақ ықыласым аз ғой. Алланы тануым аз ғой. Аллахтың сүйікті бендесінің ықыласы да, білімі де көбірек қой. Содан Salman el-Farisi онда дұға қылайық деді. Salman el-Farisi жақсылап дұға қылды. Күндерден бір күні және сол жерден өтіп бара жатса, жаңағы әйел сонда бір қуанған. "Ей Алланың сүйікті бендесі, тоқта. Саған бір сыйлығым бар еді." Қандай сыйлық бар еді? Кеше жаңағы бір кеше мұздай суды сыйлық деп әкеп берді. Salman el-Farisi жылап тұрып, "Бұл не үшін?" деді. "Кеше сен сол дуа қылғаныңнан кейін менің келінім аман есен туды. Ол босанды, баласы да мықты болды, шешесі де мықты болды, өте бір жақсы болды. Содан менің беретін дүнием жоқ. Бірақ менің саған беретін сыйлығым мынау қара су" деді. Salman el-Farisi жылады. "Қане енді осының сыйлығы жәннатта болса еді осы" деп. Сол үшін бұл дұғада, дұға қылуда біз ешқашан күмәндануымыз керек емес. Әрдайым дұға қылатын уақытта жақсы тахаратты болуымыз керек. Жақсы тахаратты болуымыз керек. Дұға қабыл болу үшін тахарат мүкәммәл болуы керек. Және де ықылас болған сезім өте күшті болу керек. Өте күшті болу керек. Ықылас өте күшті болу керек өсерде. Құдай береді ме, бермейді ме енді? Берсе, бермесе, жоқ омен болмайды ол. Аллах өлік қалыппен қылынған дұғаны Аллах қабыл қылмайды. Дұғаның қабыл болуы уақыттары міне осы Қадір кешесін бәріңіз білесіздер. Қадір кешесінде қандай адамдар дұға қылады? Бір өте үлкен бір ағамыз үлкен қарызға кіріп кеткен. Қарызға кіріп кетіп, көнеге анау тақырбастар келіп, өлтіреміз, атамыз, өлтіреміз, атамыз дей бергеннен кейін, бұл өзін өзі өлтіргісі келеді. Өзін өзі өлтіргісі келіп, сыртқа шығып кетіп жатса, қызы айтады, "Әке" дейді, "қаяқ кетіп бара жатсың" дейді. "Тойып кеттім" дейді, "Өзімді өзім өлтірем" дейді. Мына дүниеде азаптанғаның аз болғандай, ақыретте де мәңгілік азапқа түспексің бе өзіңді өлтіріп? Одан гөрі бүгін Қадір кешесі ғой. Бірге орталық мешітке барайық. Сол орталық мешітте бір Аллахтан сұрайық. Алла мейірбан зат қой. Қалтамда ақшам сабан болып тұрған уақытта, атым, абыройым жерді чарып тұрған уақытта бір рет мешітке бармаған едім. Енді қалай барам? Қызым айтты, "Бара берекші. Сені кім танып отыр? Түн ғой бұл. Түнде бардық" дейді. Қадір кешесіне бардық дейді. Мешітке дәрет алып кірген уақытымнан денем дірілдей бастады дейді. Дірілдеп келдім дейді. Ішке келіп, бірінші рет басымды сажда қылған уақытымда бүтін қайғы қасіретімнен айырылдым дейді.
Oturdum, çılap oturman. Kızım aytım deydi, kızım, Kudaydan surauga da uyalıp oturman. Kudaydan bergen vaktında takapparlık kılıp edim. Endi algan vaktında sonday oturman, katты uyalıp oturman. Sol sözümüzde bir jigit arkamızdan eshitip oturgan eken, Kudaydan suraudan adam uyalmau gerek. Kudaydan adam ne suraydımızsa hem uyalmau gerek. Kudaydan ne surasa Allah olup özü beret. Birak Kuday suramağandan katты aşıgılanat. Allah'tan ne surasanız surаңыз dedi. Allah'tan katты suradım dedi. Sebebi menin hiç kimim kalmadı. Ağayınım, dostum, çoro joldaşım hiç kim kalmagan. Bäri menen bet burup ketip kalgan. Çalgız gana süýençim Allah kalgan et deydi. Allah'tan kudretmen tanga jakan bamdatı okup kettik. Üyge sonda bir kuvançpen ketip atsam, kızım magan karap, "Ake, sonçalıklı senimdi ketip atsız koy" dedi. Sonda men aytdım deydi. "İya, bugün men birinci ret mindet kılmaytın zattan suradım. Ol elbette beret" dedim deydi. Meni ağayınlar osындай senim gerek bizge. Meni осы senim kaşet bizge ağayınlar. Köş jüre düzeleti inşallah düzelip ketетін шығарымыз. Aynasa көп cemaat namazlarında oturgan vaktimizde кейбір жігіттер adamdардың üstünden attap шығып кетеді. Кеткеннен кейін қорып кетсе мейлі екен ғой. Ана жерде ыржайып тұрады. Бұл жақсы емес бұл. Belkim cemaat menen kılıngan, üçüncü çağı, bu cemaat menen kılıngan duanı Allah elbette kabul kılat. Biz bilmeyimiz işimizde kanday jaksı adamlar var. İşimizde ne bir evliler, Allah'ın süyüklü bendeleri var. Biz bilmeyimiz, ol bizim türümüzge karab emes. Mümkün men en iflas adam çıkarmın, en iflas, en cerkençli adam çıkarmın. Mına jerde özümçe Kur'an hadisten söylep durganım menen. Birak işimizde sonda bir adam odur, Allah'ın süyüklü bolgan bendesi. Allah sonun duasını kabul kılatımızsa, bütün bärimizin duamızı kabul kılışı beret. Ol Allah'a işten eğimiz. Birak duanın kabul boluğunda eşkanda kömenge barmağımız gerek.